сабақты ең бірінші топқа біріктіру арқылы ағаш үйлерді таңдаймыз. Келесі, әр оқушының қолында өзін-өзі бағалау парағы беріледі. Келесі, бізде өткен тақырыпқа шолу мақсатында құпия суретті ашамыз. Құпия суретте бірнеше сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға жауап беру арқылы бізде құпия сурет ашылады. Бұл біздегі құпия сурет жаңа сабақтың бастамасы болып есептеледі. Бізде бүгінгі оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсатымыз, яғни бүгін біз тістердің құрылысы мен қызметін білеміз, тістердің түрлерін ажыратамыз және сипаттаймыз, тіс гигиенасы және оның маңызын жан-жақты талдайтын боламыз. Келесі бізде тіс туралы бейнебаянмен танысамыз. Бірінші тапсырма бізде тіс детективі. Әр топқа 3 түрлі тіс суреті беріледі. Бұл тістерге қатысты тістің атауы, аш шайнаудағы қызметі туралы жан-жақты ақпаратты талдайтын болады. Келесі, бізде екінші тапсырма ситуациялық әдіс. 3 топқа 3 түрлі жағдаят беріледі. Сол жағдаятты жан-жақты талдау және астында сұрақтарға жауап беретін болады. Келесі тапсырма бізде Learning Apps бағдарламасы бойынша тістің құрылысы беріледі. Сол құрылысын атауларына сәйкестендіріп дұрыс табуымыз керек. Келесі тапсырма бізде тістердің құрылысы мен қызметіне байланысты атаулар бар. Сол атауларға байланысты 100-дік, 200-дік, 300-дік, 400-дік балдарды таңдау арқылы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Және сабақ соңында біз сабақты қорытындылап, рефлексия барабанын ұсынған сұрақтарға жауап беріп, тақырыпты қорытындылайтын боламыз. Бүгінгі жаңа сабаққа жаңа білім алуға дайынбыз ба? Ендеше оқушылар жаңа сабаққа бастама беру үшін біз алдымен экрандағы киіз үйлерді таңдау арқылы бірінші топқа бірігіп алайық. Кәнекей, бір-бірден шығып таңдайық. Бағалау парағы берді. Бұл бағалау парағында әр қайсысы тапсырмаға белсенді қатысқан кездегі өздерінің ұпай санын белгілеп отырасыздар. Және сабақ соңында осы өзін-өзі бағалау парағын маған сабақ соңында тапсырасыздар. Ендеше бізде өткен тақырыпқа шолу мақсатында бізде экранда құпия сурет берген. Бұл құпия суретті ашу үшін бізде қазір бірнеше сұрақтар болады. Сол сұрақтарға жауап берейік. Ендеше бастайық. Үшінші сұрақ. Омыртқасы жануарларға тән белгіні таңдаңыз дейді. Қане кім жауап береді? Нұрлан, кел ал. Ауыз және артқы тезек біреу ғана. Бас ауыр. Ауамыз тексерейік. Дұрыс. Келесі сұрақ. Күйіс қайрат жануарлардың асқазан құрылысы қандай? Кім жауап береді? Кел ауыз қайын. Жауабы? 4 бөлімді. 4 бөлімді. Кәне тексеріп көрейік. Дұрыс. Келесі сұрақ. Адамның асқазан жүйесінде болмайтын бөлімді көрсетіңіз. Кәне ерке болады, келе ғой. Жауап? Мейіз қарын. Мейіз қарын ол бізде күйіс қайратын жануарлардың үлкен қарынның бірі. Дұрыс. Келесі. 4-ші сұрақ. Адам мен күйіс қайратын жануарлардың ас қорыту жүйесіне ортақ мүшені белгілеңіз. Кәне кім келе ғой болады? Жауап? Ауыз қуысы. Дұрыс. Омыртқасы жануарлардың ас қорыту жүйесі туралы дұрыс тұжырым. Кәне, Айдос келе ғой. Жауабы қандай? Оқы. Ас қорыту алсамыздан бақытсыз қайраттар. Дұрыс. Экранда көрсетілген құпия сөйлемдер туралы не білеміз? Кәне өз ойларымен бөлісіңдер. Тіс тамақты шайнауға көптеген пайдасын тигізеді. Жақсы, сендер Ауыз қуысында ойнауға. Жақсы, сендер жақсы. Ендеше оқушылар біздің бүгінгі тақырыбымыз осы тікелей суретпен байланысты. Біздің бүгінгі тақырыбымыз тістің құрылысы мен қызметі, тіс гигиенасы туралы тақырыпты бастаймыз. Мақсатымен танысайық. Бізде бүгінгі сабақ мақсатымызда тістердің құрылысы мен қызметін білеміз. Тістердің түрлерін ажыратамыз, салыстырамыз және тіс гигиенасының маңызын талдайтын боламыз. Тіс туралы тақырыбымызға қатысты бейнебаянмен танысайық.
Назарыңыз экранға. Мәлімет. Бүгін мен күнде қолданатын нәрсе туралы айтамын. Ол сенің тістерің. Аузыңның ішінде не болып жатқанын. Бүгін мен күнде қолданатын нәрсе туралы айтамын. Ол сенің тістерің. Аузыңның ішінде не болып жатқанын, неге сүт тістерің түсетінін, немесе күлкіңді қалай сауыстау керектігін еш ойладың ба? Қазір мен мұның бәрін 3 минутта түсіндіріп беремін, сондықтан қасымда бол. Ең алдымен негізгісінен бастайық. Тістер неден жасалған? Сыртқы жағында эмаль бар. Ол сенің денеңдегі ең қатты зат. Сүйектен де қатты. Оның астында дентин бар. Сәл жұмсақ және сарғыш. Дәл ортасында пульпа бар, жүйке мен қан тамырлары орналасқан. Тістер тек шайнау үшін ғана емес. Олар сөйлеуге көмектеседі. Бетіңнің пішінін қалыптастырады. Күлгенде сенімділік береді. Әртүрлі тістер әртүрлі жұмыс істейді. Күрек тістер тамақ кеседі. Азу тістер жыртып алады. Үлкен азу тістер ұсақтайтайды. Бұл аузыңда құралдар жиынтығы бар сияқты. Бірақ мына қызық нәрсені білесің бе? Өміріңде 2 рет тіс шығатынын білдің бе? Алдымен сүт тістер шығады. Олар нәресте кезінде тамақ ішуге және сөйлеуге көмектеседі. Бірақ олар уақытша. 6-7 жаста олар түсіп, орнына тұрақты тістер шығады. Бұл процесс 12-13 жасқа дейін созылуы мүмкін. Бұл өскен сайын құралдарыңды жаңарту сияқты. Тіс гигиенасы өте маңызды. Күніне 2 рет фторлы тіс пастасымен жуу. Тіс жібін қолданып, тістер арасын тазалау. Уақытылы тіс дәрігеріне бару. Тәтті тағамдарды аз ішуге тырысыңдар. Тәтті сусындарды аз ішуге тырысыңдар. Олар кариес тудыруы мүмкін. Тіс жуған кезде тек алға артқа ысқылама. Жұмсақ дөңгелек қозғалыстармен әр бетті тазала. Тілді де ұмытпа, бактериялар сонда да бар. Қорытынды. Тістер тамақтан басқа да көптеген қызмет атқаратын кішкентай машиналар. Оларға күтім жаса, олар сені өмір бойы қолдайды. Көргендеріңізге рахмет. Алдымызда берілген тістің 3D моделі. Тіс ауыз қуысында асты тістеу және шайнау, яғни механикалық үгітеді. Сонымен бірге тістер сөйлеуге қатысады. Тістің тіс қаптамасы, мойыны және түбірі болады. Қызыл иектен шығып тұратын тіс бөлігін тіс қаптамасы деп атайды. Тістің келесі бөлігі мойыны, ол қызыл иекпен жабылған. Тістің 3-ші бөлігі түбірі, ол тіс ұяшығына бекінген. Мойыны тіс цементімен қапталған. Тамыр ұшында жүйке талшықтары мен қан тамырларының жұмсақ ұлпасына, яғни пульпаға түсетін тесік болады. Әрбір тіс 3 қабаттан тұрады. Сыртқы кіреуке, яғни эмаль болады. Ортаңғы дентин, ішкі тістің жұмсақ ұлпасы, яғни пульпа болады. Кіреуке тек тіс қаптамасын қаптайды. Бұл ағзаның ең қатты ұлпасы. Оның қалыңдығы әртүрлі. Тістің шайнайтын бетіндегі кіреуке қалыңдау болады. Балалардың сүт тістеріндегі кіреукенің құрамында минералды заттар аз, сондықтан ол жұқа болады. Кіреукенің астында қатты дентин болады. Ол тығыз сүйек ұлпасынан түзілген және тістің көп бөлігін құрайды. Әрбір жақ сүйектің оң және сол бөлігінде 2-ден 8 кіші азу тіс орналасқан. Кіші азу тістерден кейін 3 тістен үлкен 12 азу тіс бар. Азу тістердің беті жалпақ, бұдыр болады. Адам олардың көмегімен асты шайнайды. Жаңа туған нәрестеде тістер болмайды. Алғашқы тістері 6-9 айында шыға бастайды. Әрбір жақ сүйекте 10 тістен барлығы 20 тіс шығады. Бұл тістерді сүт тістер деп атайды және бала 3 жасқа толғанға дейін толық шығып бітеді. Адам тістердің типтері басқа сүтқоректілер сияқты күрек тіс, ит тіс, кіші және үлкен азу тістер болып бөлінеді. Ересек адамда 32 тіс болады. Олар үстіңгі және астыңғы жақ сүйектеріндегі ұяшықтарға бекінген. Әрбір жақ сүйекте 16 тістен орналасқан. Тістердің пішіні әртүрлі. Кесетін жиегі бар тістер
күрек тістер немесе алдыңғы тістер деп те атайды. Олардың қызметі асты кесу, яғни тістеуден тұрады. Жалпы күрек тістердің саны бізде 8. Күрек тістердің екі шетінде пішіні үшкірлеу келген ит тістер орналасқан. Олардың саны 4. Бүгінгі тақырыпты тереңірек түсіру мақсатында бізде ең бірінші тапсырмадан бастаймыз. Бізде тапсырманың бірінші түрі тіс детективі, яғни сендерге қазір тақтада 3 түрлі тіс типі берілген. Бұл суретті әртүрлі мүшелерге таңдайсыңдар, алдарына аласыңдар да, яғни ол тісті жан-жақты зерттейсіңдер. Зерттеген кезде мына кесені толтырасыздар. Яғни тістің атауы, қызметі, ол тістің себебі, яғни ас қорытудағы қандай қызметі бар, соны жан-жақты талдап жазатын боламыз. Ендеше топ мүшелері келіп таңдайық. Мына берген кесені толық бірігіп жан-жақты талдауға бастайық. Қай топтың тіс детективтері дайын екен, соған сөз берейік. Қане қай топ дайын, қане 3-ші топ дайын екен. Өздерінің тістерімен таныстырыңдар, атауын атаңдар, қызметін таныстырыңдар. Бізге берілген жүз күрек тістер ол ауыздағы алдыңғы бөлімде орналасқан жалпақ әрі өткір жолдар. Жақсы. Күрек тістер тағамды кесу және бөлу. Жақсы, тағы. Күрек тістер жалпақ себебі күрек тістердің көмегімен адам тағамның алғашқы бөлігін жұлып алып сақтауға дайын. Жақсы, керемет. Келесі қай топ дайын екен? Бізге ең кіші алдыңғы тістер, сүйек тістердің артында орналасқан. Екі дөңбешек пен жалпақ тістер. Олардың негізгі қызметі тағамды сақтап, майдалау және шайнауға дайындау. Себебі кіші алдыңғы тістер күрек және ит тістерден өткен тағамды әрі қарай ұнтақтайды. Жақсы. Екінші топ дайын екен, екінші топқа тістің атауымен таныстырсыңыздар. Бізге берілген сурет ит тістер, күрек тістердің астында орналасқан. Олардың қызметі, олардың негізгі қызметі тағамды жырту және ұстап тұру. Ары қарай. Себебі қатты тағамдарды шайнағанда көмектеседі. Ит тістер қаттырақ тағамды шайнауға дайындалуына көмектеседі. Жақсы, жарайсыздар, отыра қойыңдар. Келесі тапсырма. Келесі екінші тапсырма. Кезек берейік. Бізде екінші тапсырма ситуациялық әдіс, яғни кейс-стади әдісі. Бұл сын тұрғысынан ойлануды дамытатын әдістердің бірі. Енді бізде қазір 3 топқа 3 түрлі жағдаят беремін. Сол жағдаятты жеке-жеке танысып, астында берілген сұрақтарға жауап беру арқылы жағдаятты жан-жақты талқылайтын боламыз. Тістің сыртқы қабаты күрекке білінген. Күрекке тісті қорғап шайнауға көмектеседі. Қатты затты тістеу тіске зиян. Күрекке бұзылғанда денттермен жұмсақ опаның тағымдалып ауырту сезімі болады. Себебі ол жерде жеке алшығы бар. Жақсы. Енді екінші топтың жағдаятымен жалпылама таныстырайық. Екінші топтың жағдаятымен дәрігерге бар. Дәрігер оның аузын қарап, сендер Тұрақты тістердің толық шықпауы жас ерекшелігіне байланысты. Ересек адамда 32 тұрақты тіс болады. Және олардың типтерін күрек, ит, кіші азу, үлкен азу. Соңғы шығатын тістер ақыл тістер. Олардың 18-20 жасқа шығады. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі, үшінші топтың жағдайын таныстырайық. Самат қатты тәттіні жиі-жиді. Таңертең және кешкі тісін сирек тазалайды. Бір күні жаңғақ жей отырғанда тісінде қатты ауыру сезінді. Дәрігер тексергенде тіс кіріңкесі білгені тіс жегісі басталғанын айтты. Кәнекей,
Үшінші топ. Амалгация тактильный көжеуіне және күтімнің болмауына созылған позитив. Тіс жегеннің дамуы қанатты кейін тісінің жұмауы болады. Жақсы, жарайсың, отырауы. Қасықларымыз лёдинг апсы бойынша тістің құрылысы мен қабаттары дұрыс сәйкестендіруіміз керек. Әр түрлі екі оқушыдан келіп сәйкестендіруіне болады. Ендеше кеттік. Кел алар оқушылар. Қызылды басқан кезде атаулар шығады, сол атауларды дұрыстап сәйкестендіреміз. Байланысты үш топқа бөлінген сұрақтар болады. Ол сұрақтардың негізгі сұрақтар 100-лік, 200-лік, 300-лік, 400-лік сандар табылады. Бізде сұрақтарды реті ашылады. Кәне, бірінші топтан бастайық. Қайсысын таңдаймыз? 100-400 таңдаймыз. 400. Істің құрылысы 400. Істің құрылысы 400. Кәне кеттік. Басында не кездеседі? Кәне, жауап берген бұлар. Жүйке талшықтары мен қан тамырлары. Так, жауабын тексерейік бізде. Жүйке талшықтар мен қан тамырлары дұрыс. Менен бірінші. Тістердің саны нешеу? Yazayық. Істің саны 4-еу. Ол үстіңгі және астыңғы. Так, жауабын тексерейік. Тістердің саны 4-еу дұрыс. Екінші топқа байын береміз. Келесі үшінші топ қайсысын таңдаймыз? Аяр үстің аурулары 300. Тіс кіріңкесі қай кезде зақымданады? Жақсы, жарайсың. Жауабын тексерейік ал. Дұрыс екен. Так, ұпай береміз. Келесі топқа кезек береміз. Айдыңыз? Тістің аурулары 400. Сұрақ, тіспен қызыл етке ненің әсерден зиян келеді? Темекі шегу кезіндегі бірнеше Жақсы, жауабын тексерейік. Дұрыс, тамаша, сізге ұпай қосылады. Келесі, екінші қатар таңдауы 300 қайсысы? Тіс саны. Атауымен бірге санын айтып тұрамыз. Үлкен азу тіс саны нешеу? Кәне, жалғас. Үлкен азу тісі саны 12. 12. Жауап тексереміз. Дұрыс. Бұл бізде екінші топқа ұпай. Келесі, үшінші қатар. Үшінші топ. Тақырып атауымен санын таңдаймыз. Тіс күтімі 100. Қанша уақыт тіс щеткасын пайдалану керек? Ауыстырып оқу керек. Жауабын тексереміз. Дұрыс, сіздерге де ұпай. Келесі бірінші топ. Тіс күтімі 400. Тіс күтімі 400. Сұрақ, тістегі микробтар үшін қолайлы орта қандай болып табылады? Тістердің арасында қалып кеткен тамақ қалдықтары. Жақсы, Кәусар. Жауап дұрыс. Бірінші топқа ұпай. Топтың таңдауы 200 тіс күтімі. тіс күтімі 200. Сұрақ, тісті күнде неше рет тазалаған жөн? Таңертең және кешке мұқият тазалау керек. Жақсы, жарайсың, отырауы. Бұл бізде екінші топ. Жауабы дұрыс. Келесі үшінші топқа кезек берейік. Тіс күтімі 300. Соңғы қалған екен. Сұрақ, тіс дәрігеріне барудың маңызы не дейді ойлайсың? Саралардың алдын алу және емдеу. Жақсы, жарайсың, отырауы екен. Жауабы дұрыс. Келесі бірінші топқа кезек. Екеуі Істің құрылысы 300. тістің құрылысы 300. Жауап, адамның тістерінің типтері қандай? Тіс, күрек тіс, үлкен және кіші азу. Дұрыс. Жауап тексерейік. Дұрыс. Бірінші топқа да ұпай қосамыз. Келесі
Екінші топ таңдау. Тіс саны 200. Тіс саны 200. Нұрлан жауап бере ой. Кіші азу тіс саны Кіші азу тіс саны 8. 8 дейді. Жауапты сереміз. Дұрыс. Екінші топқа да ұпай жасамыз. Келесі үшінші топтың таңдауы. Яғни тістің аурулары 200. Жауап. Тіс емалін қалай бұзылады? Ыстық тамақтан кейін суық су ішкен кезде балғонда жеңілдік болады. Так, жақсы. Янаны жауап тексерейік. Дұрыс. Үшінші топқа да ұпай қосамыз. Келесі бірінші топ таңдау. Айжұлдыз. Ыстық құбылысы 200. Жауап неден сөйлейді? Жауап тексерейік Айжұлдыздың жауабы. Дұрыс, сүйек оқасаң сөйледі. Тамаша, керемет отырауы. Келесі екінші топтың таңдауы. Тіс саны 100. Тіс саны 100. Сұрақ. Тіс саны 8. 8 дейді. Нұрлан жауабын тексерейік. Дұрыс, тамаша отырауы. Келесі үшінші топтың таңдауы. Аяу. Тістің ауруы 100. Сұрақ. Тіс жегісі, яғни пайыз қандай ауру? Микробтардың зақымдары. Жақсы, айырымы жауап тексерейік. Дұрыс, тамаша отырауы. Келесі қалған сұрақтарға жауап берейік. Бізде енді бір бұғалды бірінші топ. Кәне, аша береге, таңдау қалған жоқ. Тіс қаптамасы тістің қай бөлігін құрайды? Кәне? Айжұлдыз. Қызыл еке кіріп тұратын бөлігі дейді. Ал сөйлегі жауап. Қызыл ектен шығып тұратын тіс бөлігі тіс қаптамасы деп атайды. Жақсы, тамаша, керемет. Арасында бір серікті болу мақсатында бәріміз орнымыздан тұрып, дирижер рөлінде экрандағы қимылдарды қайталаймыз. Орнымыздан тұрамыз. Сұрақтар беріледі. Сұрақты таңдау арқылы сұрақтарға жауап берейікші. Кәне. Еркекте барабандағы қай сұрақ түседі, сол сұраққа жауап беріп, бүгінгі сабақта қорытындылайық. Кәне, бүгінгі сабақта алған мәліметтеріңізді өз өміріңізде қалай қолдануды жоспарлайсыздар? Кәне, Қадыр. Бүгінгі сабақта түсінді, осыған жауабы және оған күтілуді сол заттарды қолдануды жоспарлаймын. Жақсы. Дәресін Қадыр отыра ғой. Келесі сұрақ. Сіз үшін қиындық тұрған тапсырма. Бүгінгі сабақта маған ешқандай тапсырма қиындық тудырған жоқ. Себебі сабақта да толықтай түсіндім. Жақсы, отыра ғой дәресін. Келесі біздің репрессия барағанымызға қояды сұрағы бар екен. Сабақ барысында қандай жаңа ақпарат сіз үшін ең пайдалы болды? Кәне, кім жауап береді? Қандай жаңа ақпарат сіз үшін ең пайдалы болды? Иә, Көксер? Тістерді қалай тапқа бөлінеді, қандай түрлері бар екенін білді. Жақсы, отыра ғой. Келесі соңғы сұрағымыз. Сіз үшін сабақтың ең қызық жері. Кәне, Айбек. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бәріңізге рахмет.